Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін Афган қазанында палау пісіреміз. Ет, сәбіз, пиязды турап аламыз. Афган қазанымызға май құйып, қыздырып аламыз. Майдың үстіне пиязымызды шыжғырып қуырып аламыз. Дайын болған пияздың үстіне етімізді салып қуырып аламыз. Қалған пиязды салып, араластырып, қақпағын жауып, 40-45 минутқа қоямыз. Осындай дыбыс шыққан кезде астын басып, жай отқа қоямыз. 40-45 минут өткеннен кейін қақпағын ашып, қазанымыздың дәмдеуіш, қарабұрыш, паприка, тұз салып араластырамыз. Оның үстіне сәбіз, күріш, сарымсақ, чеснокты салып, үстіне су құямыз. Суды бір бармақ асып тұратындай құю керек. Сарымсақты күріштің арасына жібереміз. Осылай қақпағын жауып, 35-40 минутқа қоямыз. Өте дәмді палау шықты. Ас болсын, сіздер де пісіріп көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер, өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады.